Ораза келді, Құдай сақтасын, өсек айтпай, субханалла, машалла, сол дастархан тыраштанып, қарыз алып, кредит алып, жаңағы 10 туысын, 20 туысын, бай екендер 100-деп, 200-деп, 1000-дап адам шақырып, дастархан сол балаларға дейін ораза ұстап, бір ай әйтеу аш жүрсек болды, Құдайдың сүйген құлы боламыз деп отырсың. Әй, жоқ, қазақтар. Бір деңкеден үлкен қателік жасайсыңдар. Аса үлкен қателік жасайсыңдар. Қарныңның аштығы дұрысақ. Мейлі медицина, мейлі шариғат. Және бұл ораза деген буддистерде де бар нәрсе. Еврейде де бар нәрсе. Христиан, католикте де бар нәрсе. Бұл барлығында бар нәрсе. Әрине, мұсылманның оразасы бөлек, оның шариғи мәні бөлек. Ол туралы мені кәпір куәлік бермей тұрып, мен сіздерге бұл оразаның мән мағынасын сол молдекеңдерден артық түсіндірмесем, кем түсіндірмеймін. 1000 айдан да қайырлы бір ай, дұрыс. Бірақ сенің жүрегіңде ақиқат болмаса, сенде турашылдық, шыншылдық болмаса, сен Құдайдың мейіріміне, Құдайдың ақиқатына турашылдықпен, шыншылдықпен жүгірмей тұрып, барлық зұлымдықты көре тұрып, көрмеске салып, өртеніп жатқан адам, жаңағы зұлымдық, Қазақстандағы әділетсіздік бәріне көзіңді жұма отырып, сенің ұстаған оразаң бекер, жасаған құлшылығың да бекер. Құлшылықтың үлкені Құдайдың ақиқат үшін күресу. Құлшылықтың ең үлкені Құдайдың ақиқат үшін күресу. Аман бол, қалың елім, қазағым, аман болайық, оянайық. Мынау қасиетті Рамазан айында ұстаған оразадарыңыз қабыл болсын, жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бірақ естеріңізге тағы қайталап салам, құлшылықтың ең үлкені қарекет, қарекетпен жасаған құлшылық. Ал бір Құдайға жалбарынып, күні-түні Құдайға жаңағы мадақ айтып, сөйтіп Құдайға жағам демеңіз. Егер сіз Құдайдың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына, ежелден бар мәңгілік екеніне иман келтіре отырып, ұста деген оразасын ұстап, оқы деген намазын оқып отырып, бірақ қасыңызда зұлымдық ұшыраған қазаққа көмектеспесеңіз, немесе ол зұлымдық ұшырағанда оны құтқаруға қатыспасаңыз, бүкіл құлшылығыңыз күйіп кетеді. Есіңізде осыны сақтаңыз. Жақсы, аман болайық, қалың елім, қазағым. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.